Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Құрметті имамдар, бүгін облыста муфтияттың қабылдаған құжаттарының бірі қонағасы мәселесі, ас беру тәртібі мәселесі жөнінде облыс деңгейінде ақсақалдар, аудан имамдары жиналып, ауқымды жиналыс өтті. Оған қатысқандар облыс орталығынан билер қауымдастығы, жалпы қоғам қайраткерлері, тағы да сондай сынды ақсақалдар. Енді қорытындысын айтқан кезде кісі қайтыс болған жағдайда мешіттің асханасында, кафелерде қонақасын беру тоқталды. Мешіттің енді асханаларында берілмейді бұрындағындай, ал енді кафелерді қолға ала бастап жатыр. Келешекте кафелерде де берілмейтінін қадағалап жұмыс жасайтын қорытынды шығарды. Сондықтан бір ауыздан асханасы бар мешіттерде қонақасы мүлдем берілмейді, тоқтатылды. Жалпы қонақасын беруді тоқтату керек деді. Мешіт асханасы ғана емес, жалпы қонақасын тоқтату керек. Өйткені қазіргі кезде сол жерде әркім өзі сөйледі. Майқайын имамы барды, Майқайыннан 4 ақсақал қатысты. Ол жерде барлығы түсінікті, барлығы айтылды. Сондықтан кісі қайтыс болған кезде қонақасын әсіресе қадағалаңыздар. Ана суретін шығарып WhatsApp-тарға жіберетін кезде қонақасы туралы жазылмауын қадағалаңыздар. Одан кейін мүлдем қонақасы өзі отбасымен, туыстары бір үстел, екі үстел, қалған жұрт, дүйім жұрт бармаймыз. Солай бүкіл жерде жариялап, жүрген жерде уағыз насихат ретінде осы құжатты КМДБ-ның қабылдаған 25 жылғы құжат бойынша уағыз насихаттар жүргізілу керек. Ауыл-ауылдарда, барша ауданымыз бойынша. Алла береке берсін баршамызға.